Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта Шаригиннің кітабынан 32-ші есепті қарастырайық. 32-ші есеп не дейді? Докажите, что сумма расстояния от любой точки внутри правильного треугольника до его сторон равно высоте этого треугольника дейді. Осы есепті шығарып көрейік. Қазақшасы, дұрыс үшбұрыштың ішкі кез келген нүктесінен оның қабырғаларына дейінгі арақашықтықтарының қосындысы осы үшбұрыштың биіктігіне тең екендігін дәлелде дейді. Берілгенін қысқаша жазып алайық. Берілгені бізде үшбұрыш, оны дельта дейік, және кез келген d деген нүкте берілген, осы үшбұрыштың ішінде жатқан. Осы d нүктесінен d1, d2, d3 деген бізге арақашықтықтар берілген. D нүктесінен үшбұрыштың әрбір қабырғасына дейінгі арақашықтықтар. Осылардың қосындысы, яғни d1 қосу d2 қосу d3 үшбұрыштың биіктігіне тең. Біз оны h деп жазайық, үшбұрыштың биіктігін. Енді бұл жерде дұрыс үшбұрыш деген сіздерге белгілі, яғни барлық қабырғалары тең үшбұрыштар. Оны мен a деп белгіледім қабырғаларын. Мына ішіндегі жатқан нүкте, кез келген нүкте, бізде d нүктесі, міне алған. Осы d нүктеден қабырғасына дейінгі арақашықтық, яғни 90 градус бұрыш жасап түсу керек. Міне, мынаны мен d1 дедім, мынаны d2 дедім, сәйкесінше үшінші қабырғасына дейінгі арақашықтықты d3 дедім. Міне, осылардың қосындысы h-ты беретіндігін дәлелдейік. Ол үшін мына ішіндегі жатқан нүктеден төбелерін қосатын кесінділер жүргізсек, мына берілген үшбұрыш дельта, бізде дельта 1, дельта 2, дельта 3 деген үшбұрыштан тұратындығын көреміз. Енді берілген үшбұрыштың ауданы осы пайда болған үшбұрыштардың аудандарының қосындысына тең екендігі белгілі. Берілген үшбұрыштың ауданы ол табанының жартысы мен оған түсірілген биіктікке тең. Сәйкесінше дельта 1 деген үшбұрыштың ауданы табанның жартысы мен оған түсірілген биіктік, ол бізде мына биіктігіміз d1 болады, жаңағы арақашықтық. Себебі ол 90 градус бұрыш жасап түседі ішкі нүктеден. Сол сияқты дельта 2, дельта 3-тің де аудандарының формуласын жазамыз да, мына берілген біздегі дельта S тең үшбұрыштың аудандарының қосындысы деген формулаға салсақ, мына екі жақтан да a бөлінген 2-ні қысқартуға болады. Сонда h-ымыз, яғни үшбұрыштың биіктігі 3, мына d1, d2, d3 деген үшбұрыштың ішіндегі жатқан нүктеден қабырғаларына дейінгі арақашықтықтарының қосындысына тең болады екен. Сізге видео ұнаса лайк басыңыз, менің каналыма жазылыңыз. Алдағы уақытта тағы да осындай пайдалы, қызықты есептер болады. Сау болыңыз.